Жылдам хабарнама: қыздарға не болмақ? Құрбысын аяусыз ұрып-соққан 3 оқушы қыздың әрекеті жұрттың жағасын ұстатты. Сәлеметсіздер ме достар, бізге жазылуды және де бір ғана лайк тимесін басуды ұмытпаңыздар. Әлеуметтік желіде жасөспірімді қыздың аяусыз соққыға жығылғаны түсірілген видео тарады. 3 қыз бір жағдайда кінәлі болған, қалған құрбысын жұдырықтап ұрып тепкіге жатыр. Полицияның хабарлауынша оқиға Талдықорғанда болған. Осы видео пәтерде түсірілген. Оқушылардың барлығы анықталды. Олар облыс орталығы менен Қаратал ауданындағы түрлі білім ошақтарында оқиды. Жәбірленуші мен әжесі полицияға шағымданудан бас тартқан. Дегенмен әлеуметтік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру бабы бойынша әлеуметтік іс қозғалды. Облыстық білім басқармасы арнайы комиссия құрғанын хабарлады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.